Сәлеметсіңдер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі пән электротехника және электроника негіздері. Бүгін тыңдайтынымыз 6-шы дәріс. 6-шы дәріс тақырыбы синусоидалды тоқтың бір фазалы электр тізбегінің негізгі түсініктері. Дәріс жоспары. Синусоидалды тоқтар мен кернеулерді бейнелеу үшін комплексті айнымалы функцияны қолдану. Екіншісі, айнымалы тоқ тізбегінің элементтері. Бүгінгі дәрісті оқитын энергетикалық жүйелер кафедрасының аға оқытушысы Акумова Сауле Хасеновна. Ең бастайық. Электр тізбектерін есептеген кезде синус және косинус формасындағы гармоникалық функциялар қолданылады. Айнымалы кернеу синус формасында мына түрде болады. У Т тең УМ синус омега Т плюс фи У. Айнымалы тоқ косинус формасында мына түрде болады. И Т тең И максималды косинус омега Т фи И. Мына жерде мына графикта бізде көрсетілген тоқ пен кернеудің синусоидалдық түрі. Синусоидалды кернеу және тоқ. Мына жерде бізде синусоидалды, мынау бізде кернеу, мынау бізде тоқ. Мынау бізде тоқтың амплитудасы, мынау бізде кернеудің амплитудасы, мынау бізде лездік мәні. Уақыт бойынша өзгеретін лездік мәні. Мынау бізде лездік мәні. Мынау бізде фи У, это кернеудің бұрышы, мынау тоқтың бұрышы, мынау бізде период. Енді параметрлерді айтып шығайық. Мұндағы УМ және ИМ тоқ пен кернеу амплитудалары. Фи У, фи 1, фи И тоқ пен кернеудің бастапқы фазалары. Уақыты нөлге тең кезінде. Омега неге тең болады? 2πf. Омеганың аты бұрыштық жиілік. У кішкентай әріп У және кішкентай әріп тоқ пен кернеудің атауы тоқтың және кернеудің лездік мәні. 2π және Т ол период, радиан немесе секунда. F неге тең болады? Бір бөлінген периодқа, ол жиілік. Өлшеу бірлігі 12 Герц. Бұл функциялардың қарапайымдылығына қарамастан аналитикалық функциялары мен бір графикте бірнеше функцияларды ұсыну қиындықтар туғызады. Эйлер формуласы негізінде. Мынау бізде көрсеткіш түрі, мынау бізде тригонометриялық түрі. Ол вектордың координаттары. Комплекстік кернеу ұғымын енгіземіз. Міне, үстінде нүкте болады. Оның аты комплекстік кернеу. Мына жерде кернеудің амплитудасы, сосын бізде көрсеткіш түрінде көрсетілген біздің векторымыз. Мынау көрсеткіш түрінде біздің комплекстік кернеу, мынау бізде тригонометриялық түрде комплекстік кернеу.
Комплексті өрнектің жорамал бөлігі синус формасындағы кернеумен толығымен сәйкес келеді. Егер ауыспалы кернеу косинус формасында берілсе, онда ол комплексті өрнектің нақты бөлігіне сәйкес келуші еді. Енді қараңдар, мынау бізде тригонометриялық түрде берілген формула. Мына жерде мынау нақты мән болады. Мынау бізде G. Ол бізде ауысу, комплекстік ауысу шама. Мынау бізде мынаның бәрін. Мынау бізде болады жорамал мәні. Енді комплекстік тоқ ұғымын енгіземіз. Бұл жерде И, көріп отырсыңдар, И-дің үстінде бізде нүкте болады. Сонымен мына комплекстік тоқтың көрсеткіш түрінде жазылған. Мынау бізде комплексті тоқты тригонометриялық түрде жазылған. Енді жақсылап тұрып қарап алыңдар. Бізде бұл комплекс деген нәрсе, ол комплексті жазықтық. Комплекстік жазықта бізде X координата бізде жорамал мәндері болады. Y координатада жорамал, X координатада нақты мәндер қойылады. Сонда оның аты комплекстік жазықтық болады. Жазып алыңыз. Келесі санамасызба жұмысқа керетін формулалар. Комплексті өрнектің жорамал бөлігі синус формасындағы кернеумен толығымен сәйкес келеді. Егер ауыспалы кернеу косинус формасында берілсе, онда ол комплексті өрнектің нақты бөлігіне сәйкес келуші еді. Комплекстік тоқ ұғымын енгіземіз. И бұл жерде комплекстік өрнектің нақты бөлігі косинус формасындағы айнымалы тоқпен сәйкес келеді. Егер синус формасы болса, онда ол комплексті тоқтың жорамал бөлігімен сәйкес келуші еді. Мынау жорамал. Келесі. Сонымен комплексті амплитудалар әдісінде бастапқы айнымалы кернеу косинус формасында жазылады. Косинус формулада. Мынау бізде тригонометриялық түрі. Содан бұл кернеу комплексті түрде ұсынылады. Үстіндегі нүкте бізге не көрсетеді? Бізде комплекс түрін көрсетеді. Біздің комплекс кернеуіміз вектор бойынша, мынау вектордың түрі. Мынау бізде көрсеткіш түрі, кернеу комплексінің көрсеткіш түрі. Бұл түрде тізбектің кернеуі мен тоқтары да жазылады. Талдау жасалады, нәтижесі комплексі түрде жазылады. Келесіге өшейік. Комплексті кернеу мен комплексті тоқты жазамыз.
міне мынау бізде көрсеткіш түрде берілген комплексті кернеу, мынау бізде комплексті кернеу көрсеткіш түрде жазылады. Енді қараңдар, міне мынау комплекс түрде, оны басқаша біз вектор деп атай аламыз. Мұнда UME GFU, міне мынау бізде мән, мына мән бізде, және GF1, мына мән, кернеудің және тоқтың комплексті амплитудалары деп аталады. Бізде мынаған тең болады, мынау бізде мынаған тең болады. Кернеудің және тоқтың комплексті амплитудалары Т0-ге тең болғанда кезіндегі тоқ пен кернеудің мәндері. Біз мына Т-ның орнына, біз не қоямыз? Біз 0-ді қоямыз. Сондықтан мынау жойылады. Мына екеуі жойылады. Сондықтан бізде мына жақ қана қалады. Мына жақ қалған кезде Т0-ге тең болғанда. Келесіге көшейік. Енді біз айнымалы тоқ тізбегінің элементтерін қарастырамыз. Электротізбектерінің пассивті элементтеріне резистивті элементтер, резисторлар, реостаттар, қыздыру лампалар және тағы да басқа индуктивтік катушкалар мен конденсаторлар жатады. Біз тұрақты тоқ қарастырған кезде сендерде резистор мен реостат, қыздыру лампалар ғана болды. Айнымалы тоқ кезінде бізде тағы элементтер қосылады. Қосылатын элементтер ол индуктивтік катушкалар мен конденсаторлар қосылады. Индуктивтік катушкалар біз тоқтың тізбектісіне қоссақ, ол бізде жай сым сияқты болады. Және конденсаторды қоссақ, тізбеге, тұрақ тоқтың тізбесіне, онда бізде тоқ болмайды, бізде разрыв болады. Жалпы жағдайда кез келген элементтің белсенді кедергісі R, индуктивтілік L және сыйымдылық S бар. Алайда электр тізбектерін талдау және есептеу кезінде элементтің немесе тұйықталудың жұмыс режиміне айтарлықтай әсер ететін параметр ғана әскереледі. Көбінесе тізбектің резистивті элементі есептелген электр тізбектерінде белсенді кедергі R, индуктивтілік катушкасы, активті кедергісі бар RK мен индуктивтілік LK, конденсатор S символымен қатар жүреді. Мына суретте резистив элементтерді не көрсетілген? Бірінші мына жерде бізде резистор элементі көрсетілген. Мына тізбектің бөлігінде бізде көрсетілген реалдық индуктив катушка. Мына жерде бізде идеал конденсатор көрсетілген. Мына жерде реальный реактивный элемент жерде бізде көріп отырсыңдар ғой, актив кедергі бар және реактив кедергі бар. Идеальный реактив элементтерде бізде реактив қана кедергі бар. Оны жаттап алыңыз. Мынау бізде реалды реактив элементі, мынау бізде
мына жерде бізде R жоқ, сондықтан ол идеал реактив элемент. Бұның актив кедергісі нөлге тең болады. Енді біз резисторды қарастырамыз. Резистив. Ол резистивті элементі R бар қарапайым тізбекте сурет екінші жаңағына А синусоидалы кернеу UR көріп отырсың ғой, именно резистордың ішіндегі кернеу неге тең болады? УМ синус омега Т плюс фи У. Синусоиды тоқ тудырады. ИР мынау Ом заңы бойынша УР бөлінген Рға. УРдің орнына мынау формасын қоямыз. Қойдық. Сондықтан мынау бөлінген Рға ол бізде И максималдық мән болады. Мына жерде көріп отырсыңдар ғой да, мына жерде алғашқы кернеудің бұрышы, мына жерде алғашқы тоқтың бұрышы. Мұнда УМ және УИ кернеу мен тоқтың амплитудалық мәні. Және фи И кернеудің және тоқтың бастапқы фазалы. Мына жерде R элементтің белсенді кедергісі, резистор. Белсенді, активті қалай ыңғайлы солай айта бересіз. Омега ол бұрыштық жиілік. Келесі, мына суретте көрсетілген мынау резистордың схемасы, мынау тоқ пен кернеудің уақыттық диаграмма және резистор бар тізбектердің векторлық диаграммасы. Мынау бізде уақыттық диаграмма, көріп отырсыңдар ғой. Қалай бізде кернеу мен тоқ өзгереді сағат бойынша. Мына жерде бізде векторлық диаграмма. Мына жерде бізде нақты мән саламыз, мына жерде біз жорамал мән саламыз. Сондықтан әр вектордың бізде бағыты болады, сосын оның модулі болады. Оның аты вектор деп аталады. Резистордағы тоқ база бойынша кернеуге сәйкес келеді. Яғни кернеу мен тоқ арасындағы фазалық уақыттық ауысуы FR неге тең болады? Фи R неге тең болады? Фи У минус фи И нөлге тең болады. Сондықтан бізде тоқтың векторы мен кернеу векторының арасындағы бұрыш бізде нөл болып саналады. Сондықтан ол бір-біріне жүреді. Электротехникалық тәжірибеде айнымалы тоқ тізбектерінде тоқ пен кернеудің шамасын бағалау үшін олар лездік мәнін емес, белсенді мәндерді қолданады. Біз есеп жасаған кезде бұл мәнді алмаймыз, біз мынау белсенді мәндерін аламыз. Ал уақыт диаграмманы орнына әдетте кернеу және тоқтың қолданыстағы кернеу мәндерінен кешендері үшін комплексті жазықтықта құратын векторлық диаграмма. Мұнан атын комплекстік жазықтық. Синусоидалы тоқтың электротізбектерін есептеу мен талдауда комплексті сандарды қолдану бір есептеу өрнегінде тоқ пен кернеудің әрекетті мәндерінің арасындағы
қатынасты көрсетуге ғана емес, сонымен бірге фазалық уақыт ауысуларын да ескеруге мүмкіндік береді. Сонымен резисторы бар тізбектің бөлігі үшін Ом заңы комплексті формада жазылады. Мынау комплекссіз форма, мынау тоқтың векторы. Үстінде нүкте тұрған шама вектор деп аталады. Вектор басқаша комплексі тоқ. Ом заңы комплексіз түрінде осылай жазылады. Мынау У бөлінген R, бізде мынау өткізгіштік. Ол неге тең болады? 1 бөлінген R-ға. UR. Енді қараңыз, мұнда IR белсенді тоқ мәні комплексі. UR бізде белсенді кернеудің мәні комплексті. ZR ол R резистордың жалпы керегесінің жиынтығы. Бізде мұнау G ол 1 бөлінген R-ға резистордың белсенді өткізгіштігі. Өзінің әдеттегі түрінде тоқ күші мен кернеудің тиімді мәндеріне арналған Ом заңы келесідей болады. Мына жерде көріп отырсыңдарға, бізде нүктелер жоқ, сондықтан ол бізде комплексті деп саналмайды. Осы формуламен біз есеп жасаймыз. Резисторда шығарылатын және период уақыт кезіндегі орташа мәні бойынша анықталған қуат белсенді деп аталады. Және синусоидалы кернеу мен тоқ жағдайында P мынау бізде қуат неге тең болады? Мына формула жай кезде бізде I көбейткен U-ға қуатқа тең болады. Мына жерде резистордың қуаты. Біз мынаны UR-дің орнына О-дан қойсақ, бізде онда I квадрат R R-ға көбейткен болады. Бұл қуаты, актив қуаты. Келесі қарастыратырмыз, ол конденсатор. Схема мынау бірінші, ол конденсатордың схемасы тізбедегі, тоқ пен кернеудің уақыт диаграммасы және конденсатор бар тізбектің векторлық диаграммасы. Мынау бізде уақыт диаграммасы, мынау бізде векторлық диаграммасы. Конденсаторы бар тізбекте олардың қысқыштарына синусоидалды кернеу қолданылады. Және UC, міне, көріп отырсың ғой, уже X C болады. То есть, мынау конденсатордың кернеуі неге тең болады? UM синус омега Т плюс фи У. Тоқта синусоидалы болады. Оның лездік мәні мынаған тең болады. Мынау бізде заряд бөлінген дета, dQ детаға. Соң зарядтың орнына біз С көбейткен dUC. Сосын формуларды ашқан кезде бізде ең соңғы формула бізде Ом заңы бойынша былай болады. Және тоқ түрінде осылай болады. Жақсылап көріп алыңдар. Енді қараңдар, біз косинустан синусқа көшкен кезде бізде не болады? Біз плюс пи бөлінген 2-ге деп қосамыз. Бізде косинус пен синустың арасындағы бұрыш 90 градусқа тең болады. Сондықтан косинустан синусқа түрлендірген кезде бізде мына 90 градус пайда болады. Оны ұмытпаңдар. Келесі. IS мына формуладағы енді қандай параметрлер бар? Мұндағы Q ол конденсатордың заряды. Оның өлшеу бірлігі кулон. C бізде конденсатордың сыйымдылығы. Оның өлшеу бірлігі фарад.
xc. Міне, xc ол 1 бөлінген омега с конденсатордың кедергісі. Ол оң өлшеу бірлігі оң. И ум бөлінген xc-ға бұл оң заңы бойынша. Енді 1 бөлінген x-ға ол бізде не болады? Ол бізде өткізгіштік болады. Тоқтың ең жоғары мәні ампер метр өлшеу бірлігі. Бс бізде өткізгіштік. Ол x-ін мән терісі. Бс және xs ол бізде реактив өткізгіш және реактив кернеу. Неге тең болады? Омега с. xc бізде омега с болады. Ол 2πfc шамасы сыйымды өткізгіштік деп аталады. Реактив өткізгіштің бірлік, өлшем бірлігі Симонс деп аталады. Конденсаттардағы тоқ қолданылатын кернеуді Fs бұрышты фазадан озады. Осымен конденсатор, тізбеде конденсатор болған кезде тоқ пен кернеудің арасындағы бұрыш бізде -90 болады. Конденсатордағы тоқ пен кернеудің әрекеті мәндері үшін Ом заңы. ИЦ Ом заңы бойынша УЦ бөлінген XC және УЦ көбейткен BC. Мұнау бізде реактив кедергі, мұнау бізде реактив өткізгіштік. Комплексі түрде жазылатын Ом заңы. Көріп отырсыңдар ғой, үстінде нүкте болады. Үстінде нүкте болса, ол комплекстік түрі деп аталады. ИЦ неге тең болады? Кернеу бөлінген комплексті толық кедергісіне. Оны біз мына формуламен жазасын. Көріп тұрсыңдар ғой, мұнау реактив, мұнау G, ол реактив деген нәрсе. Мұна жерде бізде кернеу болса, реактив кернеу, мұна жерде бізде реактив өткізгіштік болады. Конденсатордың тұтынатын белсенді қуаты. Қуат PS неге тең? US и S косинус омега S. Актив кедергісі бізде 0-ге тең болады. Неге? Ең басында мен айттым, бізде реальный реактив элемент болады және идеальный реактив элемент. Мұна конденсатор қарастырған жерде бізде болды идеальный реактивті конденсатор. Сондықтан мен өтіп шықтым. Идеальный элемент болған кезде біздің актив кедергісі 0-ге тең болады. Сондықтан бізде актив қуаты конденсаторға 0-ге тең болады. Реактив қуаты мына формула бойынша осыған тең болады. О, міне, минус бізде минус тамамен болады. Реактив қуаты. Енді қарастыратымыз идеалды катушка. Міне, идеалды катушка. Ол реактивная катушка, реактив катушкалары деп саналады. Мұна суретте мұнау біздің схемадағы түрі, катушканың схемадағы түрі. Мұнау бізде тоқ пен кернеудің уақыттық диаграммасы және мұнау бізде идеалды индукторы бар тізбектің диаграммасы. Идеальный катушканың векторлық диаграммасы. Мұна жерде бізде кернеудің векторы 90 градусқа озып отырады тоқ векторларынан.
тізбектегі идеалды катушка индуктивтілік, яғни белсенді кедергі болмаса, қолданылатын кернеу қарама-қарсы белгісі бар, өзін-өзі индукциялаудың EKG-ге тең. Егер индуктордағы ток синусоидалы болса, онда осылай жазылады. IL неге тең болады? I максималдық синус омега Т плюс фи И-Т. Онда қалай кернеу жазамыз? UL неге тең болады? Минус EL осы түрмен жазылады. Сондықтан мұнан шамасы осылай осы түрінде жазылады. Көріп отырсыңдар ғой да? Тағы міне косинус синусқа түрлендірсе, бізде плюс 90 болып шығады. Ауыстырған кезде плюс 90 болады. Мұндағы L катушканың индуктивтілігі, өлшеу бірлігі Генри болады. XL ол индуктивті кедергі. Неге тең болады? Омега L және 2πfL болады. UM ол Ом заңы бойынша жазылатын XL EM-ға көбейткен, және басқа жазсақ, біз кедергіні өткізгіш түрінде жазсақ, онда бізде EM бөлінген өткізгішке болады. Қолданатын амплитуда мәні кернеу. Ол өлшеу бірлігі вольт. BL мәні индуктивті өткізгішін деп аталады. Бұл мән. Біздің өткізгішіміз кері шамасына актив кедерген кері шамасына тең болады. Идеал индуктивтілік катушкасындағы ток қолданылатын кернеудің FL бұрышқа фазалық артта қалады. FL неге тең болады? Кернеудің тоғы минус тоқтың тоғы плюс 90. Мұнаны біз ауыстырамыз. Сондықтан плюс 90 пайда болады, минус, мынау фи қалады. Сондықтан 90 градус болады. Ол деген не? Ол тоқ векторының және кернеу векторлардың арасындағы бұрыш плюс 90 болып саналады. Бізде конденсаторда, еске алайық, конденсаторда бізде не болды? Бізде тоқ пен кернеудің екі векторының арасындағы тоқ минус 90, бұрыш минус 90 болды. Идеал индуктивті бізде кернеу мен тоқтың векторлардың арасындағы бұрыш 90-ға тең болады. Катушкадағы кернеудің және тоқтың комплексті мәндеріне арналған Ом заңы. Мына жерде бізде комплекс түрінде Ом заңы жазылады. UL, IL неге тең болады? Кернеу бөлінген кедергі. Мынау бізде реактив кедергі. Мына жерде бізде UL кернеу, реактив өткізгіш. Комплексі түрде біздің тоғымыз комплекс. Тоғымыз осы формамен жазылады. Келесі слайдқа көшейік. Белсенді қуат мына жерде 0-ге тең болады. Сұрақ: неге біздің идеалды элементте актив кедергісі 0-ге тең болады? Сондықтан актив қуатымыз бізде формула бойынша 0-ге тең болады. Неге? Біз U-дың орнына не қоя аламыз? I
көбейткен r-ға актив кедергісіне. Актив кедергісі бізде 0-ге тең болса, сондықтан мынау бәрі 0-ге тең болады. Реактив қуаты неге тең болады? Ол бізде плюс и квадрат xl соған тең болады. Өлшеу бірлігі var. Екі реактив элемент қарастырғанымыз бізде екеуді идеалды реактив элементтер болып саналады. Енді біз нақты катушканы қараймыз. Басқаша оның аты реалды реактив катушкасы. Мына жерде қарасаңыз, схема бойынша не бізде? Схема бойынша бізде реактив нақты катушкасы. Реактив катушкасы бізде реактив кедергісі бар, және актив кедергісі бар. Сендер индекске қараған кезде ЛК, РК деп жазамыз. Сондықтан, А суретте индуктивтілік нақты катушкасының эквиваленттік схемасы. Б мынау векторлық диаграммасы. Және кедергінің үшбұрыш диаграммасы. Мына жерде көріп отырсыңдар ғой. Мынау ЗК ол толық реалдық реактив катушкасының толық кедергісі. Мына жерде Пифагор бойынша формуласы. Пифагор формуласы. Екі катеттің квадраты гипотенузаның квадратына тең болады. Көріп отырсыңдар ғой. Реактив кедерген, актив кедерген арасындағы бұрыш бізде 90 болады. Нақты индуктивтілік катушкасының эквивалентті тізбегі әдетте белсенді РК және индуктивті XC кедергісінің тізбекте қосылуы болып табылады. Бұл жағдайда элементтердің тізбектелген қосылыстары бар тізбектерді есептеу әдісін қолдана отырып, Киргофтың екінші заңына сәйкес бука кернеуі екі компоненттің қосындысы ретінде ұсынылуы мүмкін. Белсенді УА кернеу және реактивті УР кернеудің төмендеуі. Кернеудің түсу векторларын геометриялық қосу арқылы олардың фазалық ауысуын ескере отырып, кернеу үшбұрышы деп аталатын тік төртбұрыш алынады. Жаңа ғана көрсеткен міне тік бұрыш алынады. Мына жерде кернеудің формуласы. Жаңа ғана өтіп өттік, жаңа ғана көріп өттік. Бұл екі кернеуден жиналатын кернеу. Реальный катушканың кернеуі актив кернеуден және реактив кернеуден жиналады. Мұндағы УА, УР-ға тең, мынау бізде Ом заңы, кернеудің белсенді компоненті. Өлшеу бірлігі вольт деп аталады. УП, УР бұл реактив кернеуі. Бұл реактив кернеуі. Реактивті кернеу компоненті өлшеу бірлігі вольт аталады. ЗК бұл толық катушканың кедергісі. Ол да бізде актив кедергісінен және реактив кедергісінен жиналады. Жаңағына біз қарастырдық үш бұрыш. Өлшеу бірлігі бізде Ом. Кернеу үшбұрышын негізінде кедергі үшбұрыш алынады.
индуктивтіліктің нақты катушкасындағы тоқ пен кернеу арасындағы фазалық ауысуды алу оңай. F катушка, F ол бізде минус фи К бізде неге тең болады? Фи У минус фи И арктангез реактив кедергісі бөлінген актив кедергісіне. Бұл бізде бұрыш. Және арктангез реактив кернеу бөлінген реактив актив кернеуге. РК және XK қатынасына байланысты. Реалды нақты катушканың бұрышы 0 мен 90 арасындағы болатын бұрыш. Нақты индуктивті катушкалар үшін комплексті түрдегі Ом заңы осылай жазылады. У катушканы Ом заңы бойынша бөлінген катушканың кернеуі толық кедергісіне бөлінген. Мұндағы РК неге тең болады? РК плюс G XK мынау комплексті түрінде жазылған толық кедергісі. Көріп отырсыңдар ғой, да? Үстінде нүкте бар болғанда, он комплекстік түрі. ЗК индуктивті катушкасының комплексті толық кедергісі. Нақты индуктивті катушкамен қолданылатын белсенді қуат бізде мынаған тең болады. Осы катушкада бізде актив қуаты бар және реактив қуаты бар. Сонымен жаттап алыңыз. Нақты катушканың қуаты екі бөлімнен жиналады. Актив қуаты және реактив қуаты. Мұндағы косинусқа ол актив кедергісі бөлінген толық кедергіге. Оның аты қуат коэффициенті. Реактивті қуат бізде осы формуламен таба аламыз. УК, ИК, оны Ом заңы бойынша түрлендіреміз. Бізде шығатын, біз есеп жасаған кезде мына формуламен қолданамыз. Мына жерде көріп отырсың ғой. Q ол реактив қуаты. Енді мына жерде қандай бізде кедергі? Дұрыс. Реактив кедергіге көбейтеміз. Толық қуаты. Толық қуаты бізде екі бөліктен жиналады. Мынау S ол SK ол толық кедергі. S әріппен белгіленеді. P ол актив қуаты. P әріппен белгілейтін нәрсе. Және реактив қуаты бізде Q әріппен жазылады. Сонымен бізде УК, ИК бізде толық кедергі. Мына жердегі тоже Пифагор формуласы бойынша жазылған табылатын толық қуаты. Осымен бізде дәрісіміз бітті. Дәріске қатысты сұрақтар: синусалдалық тоқ қандай параметрлермен сипатталады? Синусалдық кернеу қандай параметрлермен сипатталады? Комплекстік кедергі деген не? Айнымалы тоқ тізбегінің элементтері. Келесі сабақта біз 15 минуттық опрос жасаймыз. Бақылау жасаймыз. Осы сұрақтарға жауап бересіңдер. Назарларыңызға рахмет. Осымен біздің дәрістеріміз аяқталады. Сау болыңыз, құрметті студенттер.